Келесі 3-6 есепте бізде y-тен fx функциясы үшін f-1 аргументі болған кезде келесідей есептердегі функциялардың мәні неге тең екенін сұрап жатыр. Енді бірінші есепте бізде fx-тен 4 азайтылған 0,5 x функциясына біз бірінші -1 аргументін берейік. Сонда 4 азайтылған 0,5 көбейтілген x-тің орнына біз -1-ді қоямыз. Сонда мына минус пен мына минус бір-біріне көбейтілгенде плюс таңбасын береді. 0,5-дің өзі қалады, себебі кез келген санды бірге көбейтсек өзі болады. 4-ке 0,5-ті қоссақ 4,5 болады екен. Енді осы функцияға біз 0 аргументінің орнына 0-ді берейік. Ондай болатын болса 4 азайтылған 0,5 көбейтілген 0. Сонда санды 0-ге көбейтсек 0-дің өзі шығады. 4-тен 0-ді азайтсақ 4 шығады. Дәл солай аргументтің орнына 1-ді қоямыз. Онда 4 азайтылған 0,5 көбейту 1. Кез келген санды бірге көбейтсек санның өзі шығады. Яғни 0,5-ның өзі шығады. 4-тен 0,5-ті азайтсақ 3,5. Соңғысы аргументтің орнына 2-ні қойғанда 4 азайтылған 0,5 көбейту 2 тен 0,5-ті 2-ге көбейтсек бізде 1 болады. 4-тен 1-ді азайтсақ 3 шығады. Келесі екінші есебінде fx-тен 3x азайтылған 2 функциясына біз -1 аргумент мәнін енгізейік. Сонда функцияның мәні бізде 3 көбейтілген -1 азайтылған 2. 3-ті -1-ге көбейтсек -3 азайтылған 2. Одан бізде -5 болады. f0 мәнінде 3-ті 0-ге көбейтеміз, одан 2-ні азайтамыз. 3-ті 0-ге көбейтсек 0, одан 2-ні азайтсақ -2. f1 болған кезде 3-ті 1-ге көбейтіп, одан 2-ні азайтамыз. Сонда 1 шығады. Соңғысы f2 тен 3 көбейту 2 азайтылған 2 тен 3-ті 2-ге көбейтсек 6, одан 2-ні азайтсақ 4 шығады екен. Келесі үшінші функцияда fx-тен x квадрат қосылған бір функциясы берілген. Осы жерде аргументтің орнына -1-ді қойсақ, онда -1-дің квадраты қосылған 1. Бізде дәреженің так немесе жұп екеніне қараймыз. Егер дәреже жұп болса, онда минус сақталмайды. Сонда 1-дің квадраты өзіне тең 1-ге, оған 1-ді қоссақ 2 болады. f0 болған жағдайда 0-дің квадраты 0-ге тең, сонда 0-ге 1-ді қоссақ 1 болады. f1 тең 1-дің квадраты қосылған 1. 1-дің квадраты бізде 1-ге тең, оған 1-ді қоссақ 2 болады. Соңғы f2-ні қойсақ аргументке, онда 2-ның квадраты қосылған 1. Бізде 2-ның квадраты дегеніміз 2-ні өз-өзіне 2 рет көбейту. Яғни 4 болады. Оған 1-ді қоссақ 5. Төртінші есеп. Бөлшек рационал берілген екен. X қосу 5. Сол жерде бірінші -1-ді қояйық. Онда -1-ге 5-ті қосамыз, алымда 3-ті ұмытпаймыз. -1-ге 5-ті қоссақ 4 болады, алымда 3 қалады. Сонда 4-тен 3 жай бөлшек ретінде жазылады. Немесе ондық бөлшек қылдырып жазғымыз келсе, бірінші 100-ге дейін санды толықтырып аламыз. Енді 4-тен нешеге көбейткенде 100 болады. Әрине ол 25. Демек, біз алымды бөлімде 25-ке көбейтеміз. 3-ті 25-ке көбейтсек 75 болады. Енді осы жай бөлшекті біз ондық бөлшекке айналдыра аламыз. Ол бізде 0,100-75 болады. Келесі f0 болған жағдайда
аргумент 0 болған жағдайда бізде 0 қосылған 5, алымда 3 бар. 0-ге 5-ті қоссақ 5, 5-тен 3 жай бөлшегі шығады. Немесе ондық бөлшекке айналдыру үшін 10-ға дейін 5-ті толықтырамыз. 5-ті 2-ге көбейтсек 10 болады, 3-ті де 2-ге көбейтеміз, сонда 0,10 ондық бөлшегін жазамыз. X-ның орнына 1-ді қойған кезде 1 қосу 5, алымында 3 бар. Сонда 1-ге 5-ті қоссақ 6, алымында 3, 6-тан 3 жай бөлшегі шығады. Ал бұл жай бөлшекті біз қысқарта аламыз, иә? Сонда 3-ке қысқартсақ 2-ден 1 болады. Жай ондық бөлшекке айналдырсақ, онда 10-нан 5, 0,10-нан 5. Соңғысы X аргументіне 2-ні қойсақ, 2 қосылған 5, алымда 3, сонда 7-ден 3 жай бөлшек жауабы шығады екен. Бұл 7-ні біз ондық бөлшекке дейін қандай санға көбейтсек те толықтыра алмаймыз. Сондықтан жауабы жай бөлшек ретінде қалады. Рахмет.